17 наурыз күні самұрық-қазына жетекшісі Өмірзақ Шөкеев Астанада теміржол вагондары мен локомотивтерді шығаратын екі кәсіпорынды аралап шықты. Қазіргі заман талабына сай келетін бұл зауыттар елорданың индустриалды аймағында таяудан бері жұмыс істейді. Соның бірі Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының еншілес кәсіпорны локомотив құрастыру зауыты 2009 жылы 3 шілдеде мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында пайдалануға берілген. Мұндағы жұмыс негізінен қозғалмалы құрам паркін жаңартуға бағытталады. 2 жылдың ішінде зауытта 100-ден астам локомотив құрастырылыпты. 118 қазір Қазақстанда жұмыс істеп жатыр. Қазақстанда ол істеп жатқаны Алматының станцияда, деполарда, Аягөз, Дружба, Ақтағай деген, Защита депоның бар, Өскемен. И биыл февральда біз жібердік 2 тепловозға зарубеж деген. Тепловозды сұрап жатырғаны Монголия, Якутия, Азербайжан, Эстония, Прибалтика түгел, Латвия, Литва бәрі. Уже бәрі келген мына жақта қараған сол тепловозды. Қазір біздің тепловозымыз бір тепловоз 2080 Эстонияда жүр, испытания жасап жатырмыз. Пока қанша сөйлеп жатырмыз Эстониямен. Олар айтып жатыр, жақсы тепловоз, мықты. Сол тепловозды біз құда қаласа аламыз. Олар өздері сертификация жасайды өзінде евро стандартын бойынша. И содан кейін испытание өткенден кейін олар уже контрактқа шығады бізге. 5-ші буындағы Evolution топтамасына жататын бір секциялық торапты жүк тепловозы техникалық жағынан мықты әрі үнемді көлік құралы болып табылады. Мұнда өнімдерді шығару үшін арнайы лицензия General Electric концернінен сатып алынған. Бастапқы сатыда өндірістік үрдіс тек шетелден әкелінген бөлшектерді құрастырумен ғана шектелген. Ал бүгінде зауыт локомотив тұғырнамасы мен өзге құрамдас бөлшектер өндірісін толығымен игерген. Бұған қоса жыл соңына дейін дизельді және генераторлық қондырғыларды шығару, тепловоз кабиналарын жинау жоспарда бар. Өткен жылдың 21 қарашасында локомотив құрастыру зауыты Тәжікстанның темір жолдары кәсіпорнымен келісім шарт жасасты. Құжатқа сәйкес қазақстандықтар жеке тапсырыспен үстіне Тәжікстан жалауы салынған 6 локомотивті әзірлеу тиіс. Осы істеп жатқан тепловозымыз шығарған экспортқа Тәжікстанға барған специалистіміз осы тепловозды түгел параметрларын өткізіп, Тәжіктің специалистары осы темір жол саласында істегендер. Бәрі өте қуанышты болып, осы локомотив шыққанына өте риза болып, қуанышпен қарсы алды осы тепловозды. Осы заводта істеген коллективтің ішінде көбінесе былай алғанда процент бойынша істеп жатқан ылғи жастар. Осы заводқа келіп, осы заводпен армандаған жұмыстарымен істеп, осы заводқа көп сенім артады. Қалай дегенмен басты жұмысты қарапайым жұмысшылар атқарады. Астанадағы зауытта 1000-нан астам адам еңбек етуде. Абыройға орай басшылық өкілдерінің ұжыммен қарым-қатынасы жақсы. Бұны қызметкерлердің өздері де растап отыр. Жұмысты 9 жылы бастаған. Жұмыс өте жақсы жүріп жатыр. 134-ші тепловоздың керекті нәрселерін істеп жатырмыз. Бәрі жақсы, коллектив өте ұйымшыл, бір-біріне көмектеседі. Бастықтарымыз да жақсы, условия жақсы. В общем, жұмыс істеуге болады, жұмыс істейтін организация өте жақсы предприятие. Жаңа техникалар. Бір условия бар, жұмыс істеуге өте жақсы. Бұдан кейін қор басшысы Өмірзақ Шөкеев Тұлпар Тальга зауытының жұмысымен танысты. Оның жобасы ТМД аумағында бірегей және мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасына енеді. Қазақстандық Тальго вагоны Ресейге қарағанда 2 есе арзан. Орташа бағасы 700-800 мың еуро. Қазірде зауыттағы отандық тауарлардың үлесі 22%-ды құрайды. 2014 жылдан кейін бұл көрсеткіш 56%-ға дейін жетпек. Жалпы зауыт жылына 150 вагон шығара алады. Бұл көлік құралдары Қазақстанның ауа райына толықтай бейімделген.